Мен өскен шаңырақтың Мұстафа Шоқайға тікелей қатысы болды. Мұстафа Шоқай туралы кинода болды. Әкім Таразиев өте қатты сыйлайтын едім. Сол кинода көптеген нәрсе бекар. Темірбек Жүргенов Әлихан Бөкейхановқа қатысты кереғар пікірде мақала жазған екен. Соны Мұстафа Шоқай сынап жазады. Ақыр аяғында өзін халық жауы деп атып жіберді ғой. Мария әжемізбен Мұстафа Шоқайдың сүйегін Қазақстанға әкеліп, өз топырағына жерлеу керек деген пікірлер бар. Министрлік тарапынан бір комиссия құрылды. Шешім жасады. Сол шешімді Алматыға жіберді, Астанаға жіберді. Астана мусорға тастады ғой деймін. Аманат жауапкершілік, оны түсіну мен таразылау әрқайсымыздың арымызға сын. Бүгін біз Алаш қозғалысы, кеңестік пропаганда және Мұстафа Шоқай жайында сөйлесеміз. Бүгінгі менің бағдарламамның қонағы мемлекет және қоғам қайраткері, саяси ғылымдар докторы, профессор және Мұстафа Шоқай танушы Әбдіжәлел Бәкір ағай. Аға, сіз Сыр өңірінің тумасысыз. Мұстафа Шоқайдың туған жерінде, сол топырақта туып өстіңіз. Жалпы ауылдағы ауыл ақсақалдары, үлкендерден Мұстафа Шоқай туралы көп естіп, әбден қанық болып өскен шығарсыз. Оны енді реті болды. Мен өскен шаңырақтың Мұстафа Шоқайға тікелей қатысы болды. Мен енді Бәкір өзі шешемнің туған ағасы ғой. Соның атасы Баспақ Батыр, Мәмбетәлі негізі аты. Ал енді Мұстафа Шоқайдың анасы Бақтыбеке, сол Баспақ Батырдың туған қарындасы. Ал енді Бәкір армияға кетіп қалды да, 42-ші жыл сол жыл жоқ болды. Менің әкем де екеуі де кетті. Мен сол Бәкірдің ағасы Ахметтің, Сопбектің Ахметтің қолында 14 жылдай тәрбиелендім. Мен көп нәрсені сол Мұстафа Шоқай туралы соғыстан естім. Біздің атамыздың бірге туған деген нәрсе. Оның үстіне біз Айдарылдан, Сырдария ауданы Айдарылдан Қызылордаға көшіп келдік те, 50-ші жылы сол қалада қазіргі Жарқынбаев көшесінде Мұстафа Шоқайдың туған інісі Нұртазаның отбасымен бірге болдық. Енді Нұртаза 37-ші жылы ұсталды да, 38-ші жылы атылып кетті ғой. Бірақ бір ұл, 2 қызы бар тұғын. Қыздардың атын ұмытуға Әмина, Мәдина болу керек. Мәдина Шоқай және Нәмила Шоқай. Ал енді мен Мәдиярды жақсы білем, ағасы Мәдияр тұғын. Сол қаланың қасында Кәпереп деген елді мекен бар еді. Сонда қазақ мектебінің орыс тілінен сабақ баратын. Өте сауатты адам болатын. Екі үйде қонақ болса, ол үйде қонақ келсе, біз Ахмет әкем екеуміз сол үйге барамыз. Біздің үйге қонақ келсе, олар біздің үйге келеді. Сөйтіп жиі қатынастық, жиі әңгімелес. Бірақ бір жағдайлар болды. Қайта арыз түсті. Мұстафа Шоқайдың халық жауы, мына Нұртазада халық жауы, соның баласы қалай мектепте сабақ беріп жүр деп қайта арыз түсіп, қайта тексереді. Тексеріп болысымен тағы да арыз түседі, тағы кетеді. Бір күні сосын Мәдияр жаңа Ахмет әкем шақырып, басқа жерге көшіп барып еді. Аға, мен енді оңтүстік Қазақстанға көшем, мына отыру мүмкіндік болмай қалды деп сөйтіп көшіп кетті, содан байланысымыз болмай қалды. Бірақ Мұстафа Шоқай 105 жылдығына, туғанына 105 жылдығына Сұлтөбедемі ас берілді үлкен. Сонда жаңа Мәдина мен Әминалар келді, солар маған айтты, Жәлел, енді олар мен Жәлел, біз сенің шаңырағыңменен тікелей байланысымыз ғой деп сөйтіп айтқаны бар. Ал енді бір есімде қалған сол кезде. Мен енді 10-дардағы кезім ғой. Жаңа Зүлпия Мәдиярдың шешесі, ол Зүлпия Мұстафаның ағасы Оспанның әйелі. Оспан 60-ға келгенде ол 18-ді болатын. Сол алған. Бірақ
Нұртазаның жазған хаты бар. Аға, мен ана бұрынғы әйелді жібердім, Зүлпияны үйге кіргізім деп жазғаны бар. Содан енді екі адам ғой, сөйтсе, ол менің апаларым екен. Сол айтатын, біздің қайнағы жеті патшаның тілін білет, сақал мұртының алтын буына болаған деп соны естім. Сосын да Ахмет әкем айтып отырады, ылғида. Бірақ енді көп нәрсе айта алмайтын ол кезде, сөз жоқ. Қайта енді екі отбасы бірге болғандығына әңгіме болады да, бұлайша айтыла бермейтін кез ғой. Сол кезде мен құлағыма қалған. Жаңағыдай жеті патшаның тілін біледі. Ол кезде шет тіл деген жоқ, термин жетпі. Сөйтсе кейін еді естеп, бұлай оқи бастаған кезімде байқадым. Ол кісі мына 2012-2014-2014-те 12 томдық шығармалар жинағы шықты. Сонда енді 1000-нан астам шығармалары бар ғой. Сол шығармалар 9 тілде жазылған екен. Бұл кісі Францияда 20 жылдан астам тұрғанда өзінің менің екінші тілім деп француз тілін бағалаған. Өйткені Англияда 24 пен 33-ның арасында 6-7 рет болады. Сонда баяндаманың бәрін тек француз тілінде жасаған. Тіпті корольдің халықаралық институтында жасаған баяндамасы бар. Сол баяндамаға кеңестің төрағасы Малкольм деген алғыс хат жазып береді. Сіз өте қызық баяндама деді. Жұрт ықылас қойып тыңдады деген бар. Ал енді ондай Лондонда 6-7 рет болып жаңағыда үлкен мінбеде сөз сөйлеу, ол қазақтың кез келген баласының маңдайына жазылған нәрсе емес. Ол тек Мұстафа Шоқай ғана сондай болған адам. Және Мұстафа Шоқайдың француз тілін білу себебі, немістер Францияға кіргенде жұрттың бәрі кетіп жатқанда, ана түркі тектестердің бәрі Түркияға кетіп жатқанда, Керенский мен Меликоптер басқалардың бәрі Америкаға кетіп жатқанда, мен қиналған кезде маған көмектескен, ал енді қазір мен тастап кеткен отандығы опасыздық жасағымен бірдей деп ешқайда бармай қалды ғой. Америкаға визасы береді. Міне Мұстафа сондай берілген, Францияға берілген адам, және де соның көрсеткіші ең бірінші мемориалдық тақта да ең бірінші бүйісі де Францияда қойылды ғой. Бұл жайдан жай емес. Аға, Мұстафа Шоқай Францияға барғанға дейін француз тілін білді ма? Осы жөнде әртүрлі әңгіме бар. Бірақ Мұстафа Шоқай Санкт-Петербургтың университетінде оқығанда, ол француз тілін оқыған. Өзі айтылады, француз тілін оқыған. Француз тілінен хабары болған. Және бұл кісінің памяті керемет қой. Әйтпесе енді Францияға 21 жылы мамыр айында барды. Ол 22-23-те уже француз тілінде мақалалар жазды. Журналдарға басылып жатты. Сондықтан ол енді памяті өте, ол негіз болған. Бірақ енді менің ойымша, Францияға келдім, мен оны осы отаным болады, мен осының тілін білем деп қатты дайындалған болу керек. Әйтпесе оп-оңай емес қой француз тілін білу деген. Ал Мария әжеміз француз тілін білді ма? Ол кісі енді француз тілін білген болуы мүмкін, бірақ енді білген білмеген жөнінде бізге мәліметіміз жоқ. Өйткені осында памяті керемет болған ғой. Өзі оперный певец, әнші ғой. Мен таңғалатын Мұстафа Шоқай лагерьде жүрген кезде соның жасырын хаттарды әкеп тұратын адамдар болған ғой. Соның бір хатында былай деп жазылған. Қасында немістің офицері болған, сол немістің офицеріне хат жазып берген ғой. Сонда айтады, сіздер осы кезге шейін дүние жүзінде, немістер дүние жүзінде мәдениетті еліміз деп келдіңіздер. Егер сіздер мәдениетті ел екендеріңіз білгілеріңізді лагерлерді аралап көріңіздер, сіздердің істеген озбырлықтарың 13-ші ғасырдағы Шыңғысханның озбырлығынан бірнеше асып түседі деп сөйлейді ғой. Сонда қасындағы кісі, сіз мынаны қатты жазыпсыз ғой, қаттырақ айтты. Қатты айттым деп, сонда айттым. Осы мен атылсам да, осы өлсем дедім. Дәл менің тұтқындардың көрген қорлығын көргенше, мен өзімде өлгенім жақсы деп жазғам. Дәл соны және алып келгендер айтады. Мынаны оқыда өртеп таста, жыртып таста деп отырады. Соны айтқан нәрсесін жыртып таста, өртеп отырып, бірақ соншалықты
дәл қалдыру дегені ол енді жадына мықты болғандығы бар. Мына Мәрия Шоқайдың жалпы ұлтын айыру енді бірақ дегенмен де Мәрия Шоқай орыс емес. Өйткені ол Вильнюсте туған. Және оның әкесі Яков, шешесі Евдокия, Карченкин фамилиялары. Басқа мен іздеп оқып, басқа ешқандай мәлімет таба алмадым. Одессада операда жұмыс істеген. Бұл мен ойладым, мен солай да жаздым. Өзіне 20 жас үлкен адамға күйеуге шыққанына қарағанда, бұның әке-шешесі ерте қайтыс болған ау. Соған мәжбүр болды ма деп ойлаймын. Сіз Мұстафаға дейінгі жарын айтып отырсыз. Ол кісі кім болған? Ол кісі Түркістан өлкелік прокуратураның мүшесі болған. Және бір қызығы Қоқан хандығы құлап, Мұстафа Шоқай Ферғана тауларымен аралап, анша қиыншылықпен келген уақытта сол Мәрия Шоқайдың күйеуінің үйінде тұрады. Ана өлкелік оның басына 1000 сом жарияланған, ұстап берген адамға 1000 сом берген. Сонда мен таңғаламын, ана кісінің өзінің үйінің мына бір үйінде тұр деп, сол үйде 10 күндей тұрады. Енді Мұстафа Мәрияны бірақ ол біледі, Мұстафа біледі. Мәрия бұл кезде одан айырылып жүрген тұғын. Айырылып Москваға кетем деп билет алып қойған тұғын. Енді көрмейсің ба? Менің таңғалатыным, сөйтіп жүргенде жұрттың бәрі Мұстафамен араласқан адамдардың бәрі де Мұстафаға қызмет етіп отырады ғой. Енді бір нәрсені қара. 18 жылы майдың 1-інде Ташкенттен шықты. Сонда енді кетіп бара жатқанда біреу күтіп алады, шығарып салады, күтіп алады, шығарып салады. Мен таң қалам, дәл қазір олай жасай алмайды. Мен ана естелікті қарап оқып отырсам, енді Мәрияны да сөйтеді. Мәрияны да күтіп алады, шығарып салады, көлігін дайындайды тұрды. Соншалық, оның бәрі де Мұстафа Шоқайдың белгілі жағдайда беделін көрсетеді. Бүткіл Ресейге мәлім болған адам бол. Бұның бір тағы нәрсені айта кету керек. Мұстафа Шоқайдың Мұстафа болуында Әлихан Бөкейханның рөлі өте күшті болды. Әлихан бұны білген, Мұстафаның мықты екенін білген. Менің ойымша 14 жылы университетті бітіреді Мұстафа. Сол Петербургте қалып қоюының өзі сол Әлиханға байланысты ғой деп ойлаймын. Өйткені Мұстафаның өзі айтады, және Әлиханның тіршіліктеріне араласып отырады. Әлихан 16 жылы біздің Түркістаннан әскерлер барғанда, сол Минскіде бір штаб құрып, соларды күтіп отырады. Соны күтіп, оларға дәрігерлік көмек көрсетіп, басқа көмектерін көрсетіп отырғанда, енді уақытша өкімет орнап, Әлиханды Торғайға комиссар етіп жібергенде, Мұстафаны шақырады. Мұстафа, мен сол кететін болып жатырмын. Сен менің орныма кел дейді. Мемлекеттік думаның жаңа мұсылмандар фракциясынан қатшы болып орналасуда Мұстафаның, Әлиханның көмегі. Түркістанда қырғын болған уақытта, сонда мемлекеттік думада үлкен мәселе қойылып, комиссия құрылып, оны Тепкіліп деген басқарып, ішінде Керенский де бар. Сонда соның тілмәші, аудармашы, маман есебінде Мұстафаның қосылуы, бұл да Әлиханның жұмысы. Енді тарихта аға, Алаш қайраткерлерінің мүддесі бөлек, ал Мұстафаның мүддесі Түркістанның тәуелсіздігі. Яғни екеуі екі түрлі идеяны қорғаған жандар деген пікірлер қалыптасқан. Иә. Сіз қалай қарайсыз оған? Мынадай жағдай. Жалпы кейбіреулер тіпті соны ашық жазып, Әлихан мен Мұстафаның арасына бір сына салғысы келеді. Бұл тіпті ұйқаспайтын нәрсе. Тіпті ұйқаспайды. Мен жаңа жайдан жай айтып отырған жоқпын. Мұстафаның шын мәнісінде үлкен қайраткер болып қалыптасуында Әлиханның рөлі бар. Және оны Мұстафа Шоқай оны білді де. Әйтпесе 39 жылы мынадай айтқаны бар. Біз Ташкентте ерлер гимназиясында оқып жүргенде Мұстафа Шоқай Әлихан бізге айтты дейді. Егер ұлтқа пайдалы болғыларыңыз келсе, онда сендер орыс сөйлендерінің бізге қалай келіп атқандарды зерттеңдер.
Сонда сіздер немен күндердің күнде немен айналысу керек екенін түсінетін боласыңдар дейді. Соны анау Түркістанда 10 жыл ғасырдың басында оқып жүргенде 20-30 жылдан кейін еске алып отыру жайдан жай емес. Сөйтіп жазғаны бар. Содан біз не дейді? Сол Жайдит мектебінде оқып жүргендер, орыс мектептерінде оқып жүрген жастар осыны зерттеп қарасақ, күндердің күнде Қазақстанға қауіптің қайдан келетінін таныдық, білдік деген бар ғой. Бұл үлкен нәрсе. Ол жайдан жай айтып отырған жоқ. Соның мықты екенін Әлихан да білді. Әлихан дайындады. Және мынадай бір нәрсе еске алу керек. Алашордада Түркістан мұқтариятыда екеуінде де құрған уақытта Түркістан мұқтариятын құрғанда көп адамдар бірден тәуелсіздік аламыз деп үлкен әңгіме болды. Сонда екі адам, бір кісі атын ұмытып қалып отырмын, және Мұстафа Шоқай жоқ. Әзір біз тәуелсіздікті көтермейміз. Біздің әскеріміз де жоқ, біздің қаржымыз да жоқ. Біз автономия. Және ол кезде олар ойлады, уақытша өкімет болатын болса, Ресей демократиялық федеративті республика болатын болса, онда біз соны бір бөлігі есебінде, автономия есебінде боламыз дейді. Бұл Алаштың бағдарламасында, партиясының бағдарламасында бар еді. Сондықтан Алашордада автономия болды, Түркістан мұқтариятта автономия болды. Екінші бір нәрсе, әрине Әлиханның, мен мысалы Мұстафа Шоқайдың екеуінің бір ерекшеліктері бар. Әлихан Бөкейхан Түркістан жөнінде пікірі бөлектеу болды. Бірақ ол дұрыс еді, рас еді. Қандай болды? Оның пікірі былай дейді. Егер Түркістанды қосып алсақ, Алашордаға, онда арбаға түйемен есек жеккенмен бірдей деген сөз бар. Түркістан мұқтариятын құрарғы кезде келгенде Мұстафа Шоқай байқады. Бұнда діннің күшті екенін байқады. Және 200-ге тарта әртүрлі ұйымдар, партиялар болды. Бір-бірімен қырқысып жатқан нәрсе тұғын. Дін өте күшті болды. Сондықтан Әлиханның айтқаны рас. Бірақ соған қарамай, Мұстафа Шоқай жергілікті кадрлерді ұйымдастыра отырып, әр ұлттың өкілдерді ұйымдастыра отырып Түркістан мұқтариятын құруы, мен айтам, бұл Мұстафа Шоқайдың саяси қызметтің алғашқы шыңы еді деймін. Ал Түркістан мұқтариятының негізгі мақсаты не еді? Түркістан мұқтариятының негізгі мақсаты дала өлкесін, ұлы даланы, және Түркістан өлкесі. Түркістан өлкесіне ол кезде сол Қырғызстан тағы ұлттық республика. Және оған Хорезм менен Бұхар хандығын соларды қосылу. Ол Түркістанның мағынасы кең мағына тұғын. Өзі Түркістанның атының орнауының өзі Түркиелі деген анау қасырларға кетеді. Сонда Мұстафаның ойлап отырған тек қана Түркістан емес, Түркістанның тағы бір ерекше, Мұстафаның тағы бір ерекше. Тек Түркістанның тәуелсіздігі емес, бұл 23-ші жылдан бастап бүткіл түркі халқының тәуелсіздігін алға қойды ғой. Бір айырмашылығы ерекшелік осында. Әйтпесе, бағдарлама, партиядағы бағдарламады екеуінде бірдей болды, ойлары бірдей болды. Әлихандың жаңаға айтқандай Мұстафаның үлкен саяси қайраткер болуы Әлиханның көп көмегі тиді. Әрине өзінде де мықтылық бар тұғын, бірақ мықтының қайраған, жандаған Әлиханды. Мен сонда арнайы жаңағы ел мұратын ұлықтаған екі алып деп мақала жазуым жайдан жай емес. Ағажан, мұқтарияттың мақсатына қайтадан оралсақ? Ең бірінші мақсаты Түркістанға, мына екінші қазақ құрылтайы құрылғанда, бүкіл қазақ құрылтайы құрылып, Алашорда орнағанда, содан кейін Түркістан мұқтарияты бұрын орнаған, ол Мұстафа Шоқай келіп, сол Алашорданың сыртқы істер министрі болады. Және Мұстафа Шоқай бір мәселені Түркістанның Алашордаға қосылу мәселесін көтереді. Бірақ Әлихан мен екеуі ақылдаса отырып, келісе отырып, әзірше Сырдария облысын қосылуға келіседі. Сөйтіп қатта жазғаны бар, бірге Мұстафа Шоқайдың өзінде қат жазғаны бар. Біздің қосыламыз десе қосыл кезде қосыл. Бірақ ол кезден қосылмай қалған себебі болды.
Біріншіден, мен ойлаймын, Сырдария егерде Алашордаға қосылып қалатын болса, Түркістан жағы әлсіреп қалатын еді. Мықтылардың бәрі кетіңкіреп қалатын тұғын. Екінші, азамат соғысы басталып кетті де, біз әзірше осы күйімізбен қала берейік деп қалған тұғын. Бірақ Әлихан Мұстафаның сөзін ескерді. Жай дақтырып тастаған жоқ, ақылдасты, түсіндірді. Сондай келісімге келді. Бұл жайдан жай емес. Бұл белгілі бір жағдайда Мұстафаны сыйлауы болса, Мұстафаны да Әлиханның қадірлеу, қастерлеу деп түсінемін. Ал Алаш қайраткерлерінің ішінде Түркістанның Алашқа қосылуына қарсы болғандар болды ма? Болды. Неліктен? Өйткені Түркістан өз алдына бөлек, Алашорда бөлек, Алаш деп дала өлкесін бөлек қараған адамдар болды, қарсы болған. Дауысқа қойған кезде Міржақып Дулатұлы қатысты. Сосын Абайдың баласы сол да болды. Сонда дауысқа қойғанда дауыстың жаңағы қосылу жөнінде қарсылар көп болды. Неліктен деп ойлайсыз? Оның екі бөлек болғанын қалады. Қосылғанын қаламағандар болды. Түркістанның өз алдына болғанын қалағандар болды. Өйткені онда Түркістан ерекшелігі көп болды. Енді өз ұлттық жағынан да ұлттың ерекшеліктерінде, бір ұлт болғанмен ерекшеліктерінде ескерген жағдайлар болды ғой. Ал бірақ негізгі басқарушылар қарсы болған жоқ. Әлихан Бөкейхан Мұстафа Шоқайға бағыт бағдар беруші, сіздің еңбектеріңізде де солай жазылған. Енді Мұстафа Шоқай Францияға кетер кезде Әлихан Бөкейханның ықпалымен кетті ма? Осы жөнінде кейбіреулер Мұстафа Шоқай Әлиханның айтуымен кетті дейді. Бірақ бұған менің дәлелім жоқ. Өйткені бұл мынадай жағдай болды. Әуелгі кезде ол шетелге кетем деген әңгіме болған жоқ ондайықта. Жаңа Уфадағы сосын тағы Екатеринбургіне бұрып, тағы бір қала бар, сонда бүлік шықты да, сол бүлік шыққан кезде бұлар тұтқынға түсіп қалады. Кімдер? Мұстафа Шоқай әйелі бәрі тұтқынға түседі. Сосын бұларды пойызға отырғызып, бұлай шыққаннан кейін өлтіресіңдер деп тапсырма берілген екен. Оның ақгвардияшылар, шектардың әскерлері болады, бұлар шындықты айтып қояды. Сосын кім Мұстафа бар, қасында Алкен деген бар, сосын Шайкен деген бар, үшеу ақылдасып, кім шешемізге айтпай, үшеу ақылдасып қашып кетуді ұйымдастырады. Сөйтіп үшеу қашып кетеді. Бірақ Мұстафа кімге айтады, біз қашқан мен саған жол көрсетіп отырамыз деп. Сөйтсе, ақыр аяғында бір жерге келгенде бұлардың бәрі босайды. Ал соны ұйымдастырып жүрген үшеу екен. Сөйтіп, бұлардың бәрі де тұтқыннан босап жолады, атылудан да аман есен қалады. Бірақ жолды енді қайда бару керек? Ресейде қалуға мүмкіндік болмады. Енді тек бұлар Әзербайжанға барамыз деп ойлады. Жаңа Атырау арқылы кетіп Әзербайжанға барды. Бірақ Әзербайжандағы саяси жағдай бола қойған жоқ. Ол кеңес үкіметі билей бастағаннан кейін шамалы болды да, сол Әзербайжандағы Грузияның өкілі хат жазып беріп, Мұстафа Шоқайдың Грузияда баруына жолды. Грузияда 2 жылдай болды. Өйткені Грузия өзінде демократиялық, өз алдына республика тұғын. Грузия 2 жылдай. Сол демократиялық республикаға Орджоникидзенің армиясы басқарып, Тбилисті басып алғаннан кейін бұлар Тбилисиден Түркияға кетуге мәжбүр болды. Ал Грузияға келген кезде қандай еңбектер жасап үлгерді Мұстафа Шоқай? Грузияға келген кезде Тбилисиде қандай еңбектер жазып үлгерді? Енді бір қызығы бар. Грузияның басшыларымен бұл өте жақсы қарым-қатынаста болды. Шықайзе дегеннен болды. Ол Шықайзе Петроградта жұмыс солдат комитетінің Петроградтың қалалық төрағасы тұғын. Сол
Мұстафа Шоқай Ташкентке кетейін деп тұрғанда соған жолығады. Сонда Шықиза сұрайды, немен айналысып жатсыңдар дейді. Автономия құрамыз ба деп айналысып отырмыз. Ойбай, Мұстафа Шоқай, айта көрме, автономия деген бөліну болады, ол болмайды дейді. Сонда Мұстафа Шоқай айтады, егер ол уақытша өкімет жаңағы әр елдің өзінің билігі өзінде болады дейтін болатын болса, жаңағы кеңес үкіметінің кеңестер әлде большевиктер партиясы болып тұрғанда оларда ұран айтқан әр мына орта азиялықтар, мұсылмандар өз биліктерін өздерінде болды деген айтып тұрған уақытта неге біз олай автономия құра алмаймыз деп онымен сөйлесіп кетті. Грузияға барғанда Шықиза да сояққа келеді, өйткені меньшевиктерді большевиктер басып алды ғой. Бұл меньшевик еді ғой. Сонда бұл жақсы жағдайда болды. Мен Грузияда да болдым. Грузияда өзі 2 жылға жетер-жетпес болды. 60-қа жақын мақала жазды. Ол тақырыпты қалдырған жоқ. Бірақ Грузияда тұрып Әзербайжан туралы да жазды. Грузияның жағдайы туралы да жазды. Грузиядағы жағдайдың сорадағы мына түркі тектес халықтардың тілі туралы жазғандары бар. Менімше сол анау Прометей, Францияда құрылған Прометей ұйымының ең алғаштары осы Грузияда қалыптасты. Өйткені Грузияда сол жаңағы ұйым құрылғаны бар, Украина қосылып, Грузия қосылып, сол ұйымға бұлда мүше болды, сол кейін ары қарай жалғасты ғой. Газетте шығарды, бірақ енді көп материал бере алған жоқ. Вольный горец деген газет шықты, иә? Вольный горец деген газет. Вольный горец деген ең негізгі олардың жаңағы Салихов деген шығарған бас редактор болған газет, негізгі мақалалары сонда шықты. Бірақ Мұстафа Шоқай өзінің газетінде, журналдарында материал шыққан. Біз барғанда зерттеп қарасақ, бұрын 55 мақала дейтін. Біз тағы да бір 5 мақаланы тауып алдық. Өйткені ояқта басылған мақалалардың бәрі жаңа өзінің атымен шықпаған, жаңа екінші атпенен псевдониммен қойса. Айтпақшы сол Мұстафа Шоқайдың Грузиядағы псевдонимі қандай? Жанай дегенде болған. Мадияр дегенде бар ғой деймін. Бірнеше аты болған енді. Мына Есмағамбетов оны арнайы жазғаны бар. Дәл қазір есімде болмай отыр, мен де білетін едім. Жанай дегені бар. Жанай деген бұларда ұрыларды бар ғой енді. Кіші неде, шашының ішінде. Ондай да аты бар. Бірақ мен енді Мария Шоқайда онда жұмыс істейді. Әпежептер жақсы орналасады, әпежептер жұмыс істеп жүреді. Бірақ енді Аржени Тбилисті басып алған кезде Мария Шоқай ең бірінші Батумиге кетіп қалады. Артынан Мұстафа Шоқай да артынан жетеді Батумиге келіп, Батумиде содан теплоходпенен Түркияға кетті. Түркияда бірақ орналаса алмайды, шамалы уақыт қана болады. Бірақ соның өзінде де Түркияда жүріп, Түркияның газетіне мақала жазғанда. Мұстафа Шоқай жүрген жерінде мақала жазбай жүре алмаған. Екінші бір жағдайы бар. Мұстафа Шоқай жұмыс істеген жоқ. Көбіне мақалан жаңа қаламақымен өмір сүрген адам. Кейбіреулер мына Керенский мен Меликовтың газеттерінде жұмыс істеді ғой. Сонда соны кінәлайтындары бар. Ол екі газетте 150 мақала шықты. Бірақ ол кезде Мұстафа Шоқайдың жаңағы күрес алаңы болған жоқ. Амансыздығы барды. Және қаржылық жағы бар. Осы екі нәрсемен бірақ оны көп жұмыс істей алмады. Өйткені Керенскийдің жаңағы біздің халқымызды, мұсылман халықтарын орангутанға теңгені бар, тағысын тағы бар. Сонымен алаңсыз кейін қолдыпты кетті. Ол кезде уже басқаша тіршілікке көшті. Аға, енді осы орайда айта кетейін, өткен жолы біздің бір сұхбатымызға Мария Шоқайдың рухани перзенті саналған Әлім Алмат атамыздың ұрпағы, немере ұрпағы екен, Роман Рахиұлы деген ағамыз келді арнайы Ақтөбеден. Жалпы Әлім Алмат жайында білесіз ғой? Шамалға барым. Әлім Алмат атамыз 51 жылдан кейін, тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанға, туған жеріне
келген екен 1992 жылы алғаш рет Да. келіп, осында құрылтайға келеді Қазақстанда. Сонда туған жеріндегі музейлерді аралаған, ағайын туыстармен араласып, өзінің туған жерін тебіреніп, көріп, ағайын туыстармен біраз жер тарқатқан екен. Сонда туған жеріндегі бір музейге барған кезде Темірбек Жүргеновтың суретін көріп, тебіреніп, мына сөз айтқан екен: менің өмір жолымды түзеп берген осы жан еді деп. Темірбек Жүргенов деп. Ол рас. Енді жақындығы бар олардың. Әлім Алмат пен Темірбек Жүргеновтың туыстық қатысы бар. Иә, бар. Оны өткен сұхбатта Роман ағамыз айтып берді. Иә. Енді мынау Мұстафа Шоқайдың өзінің орыс миссионерлігі атты мақаласы бар ғой. Иә. Сол мақаласында Темірбек Жүргеновты сынаған екен. Себебі Темірбек Жүргенов Алаш қозғалысы жайында, жалпы Алаш басшыларын, оның ішінде Әлихан Бөкейхановқа қатысты кереғар пікірде мақала жазған екен. Соны Мұстафа Шоқай сынап жазады мақаланы. Енді аға, мынау зерттеуші ретінде Мұстафа Шоқайдың еңбектерін бір талай әлі күнге дейін зерттеп келе жатсыз. Әлі күнге дейін том-том жинақтар жазып жатсыз. Жалпы Мұстафа Шоқай жайындағы туралы алғашқы энциклопедияның да тұсауын кескен өзіңіз. Сондықтан бұл сұрақ сізге қойылу керек деп есептеймін. Зерттеуші ретінде Мұстафа Шоқай мен Темірбек Жүргенов арасындағы осы көзқарастың айырмашылығы туралы сіздің пікіріңіз қандай? Мынадай жағдай. Жалпы мен Темірбек Жүргенов жөнінде менің пікірім бөлекше. 34 жыл мен 38 жылдың 4 жылда Темірбек Жүргенов бір мемлекеттің жұмысын істеп кетті. Дәл ондай біздің Қазақстанға қызмет еткен бізде министр бұрын соңды болған емес. Мен оны ертеден білетін тұғым. Тіпті Алматыда үйлер салынып атқан кезде, мектептер салынып атқан кезде аралап жүріп, құрылысшыларға айтады: "Ей, мына коридорды кеңірек жасаңдар. Бұл коридор ертең оқушылардың ойнайтын алаңы болады. Сонда есікті ашқанда бір-біріне есік соғылып жатпасын" деген әңгімені ертене естігем. Сол кезде мен Темірбек Жүргеновке деген көзқарасым бөлек болды. Мен әлде сол көзқараста. Жаңағы мақаланы мен де оқыдым. Енді Темірбек Жүргеновтың бір мәселені айту керек. Бұл кісі үлкен саяси қызмет жасады. Және Темірбек Жүргенов өзінің сол мемлекетке қызмет қана жасап көрген жоқ, саяси да идеологиялық жағынан да қызмет жасады. Бұл идеологиялық жағы. Өйткені кеңес үкіметінің ең бірінші жауы қарсы ол Әлихан Бөкейхан болатын. Темірбек Жүргенов Әлиханды сынаса белгілі бір жағдайда мен өкіметке қызмет еткен болуы мүмкін деп ойлаған болу керек. Бірақ бұл үлкен қателік еді. Өйткені Темірбек Жүргенов айтқандай, Әлихан мысалы Сталинмен сөйлесіп, біздің қазақта движениеге деген оның баламасы жоқ деп, ондай сөз айту мүмкін емес еді. Мұстафа Шоқай айтады: ол Әлихан Бөкейхан ондай білімді, сондай сауатты адам ондай сөз сөйлеуі мүмкін емес деп жазғаны бар. Шынында да солай еді. Бірақ мен соны Темірбек Жүргенов туралы мақала жазғам. Мақала жазып, осы мәселені қозғағам. Сондай керемет қызмет жасап отырып, тек қана жаңағы 36 жылы декаданы ұйымдастырғаны бар. Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық институтты құрғаны бар. Оперный театрдың зданиясын салғаны бар. Тағысын тағы былай қойғанда, Темірбек Жүргенов саяси коммунистік идеологияны қолдап, Әлиханды осылай айтқан еді деп. Соны мен жазсам, кейбір Темірбек Жүргеновты зерттеп жүргендер маған ренжіді. Сіз осыны айтыпсыз. Мен айттым. Айтқанда мен теріс пікірмен айтқан жоқпын дедім. Темірбек Жүргенов сөйтіп қызмет жасағанның өзінде де ақыр аяғында өзін халық жауы деп атып жіберді ғой. Ал Темірбек Жүргеновтың сонда бұл неден болды? Бұл Москва оны Темірбек Жүргеновты көп біле бермейді.
Бізде міне қазақта бір кесапат қасиеттер бар. Біреу жоғары көтеріліп бара жатса, аяғынан тарту, жағасына жармасу, жамандау, көр алмаушылық, қызғаншақтық деген қасиеттер бар. Міне сол Темірбек жүрген тұсы қызғаншақтар көре алмай, ақыл аяғында ол кезден саясатта былай, 3 адам қол қойып, жаңа арыз жазса бітті. Ұстад, соны халық жауы деді. Сондағы ең негізгі Темірбек жүргенге кінә әкесінің бай болғаны. Ол бірақ неден Орта Азиядан бізге министр боларда Мирзаянға айтты. Менің әкем осындай бай адам. Ертең менің алдымнан әңгіме шықпай ма? Қалай болады деген. Мирзаян жоқ деді. Бірақ Мирзаянды оны қолдай алған жоқ. Өткен жаңағыдай Мирзаянды біз әуел кезде Мырзажан деп тұрды мақтап жүрдік қой. Бірақ ол да кейін саясатқа араласып кетті. Менің осындай жағдайы бар. Мен соны жазғанда мен Темірбек жүргенді жамандап жазған жоқ. Сөйтіп қызмет еткен, өзінің қызмет бабында да осындай еңбек сіңірген. Тіпті коммунистік идеологияға да қызмет етіп жасаған адамның өзін халық жауы деп ұстап кеткен кеңес үкіметіне не сұрауға болады деген әңгіме айтқан. Мен сол үшін жазған болатын. Жақсы, түсіндім аға. Бұдан да бөлек, жалпы қоғамда Мұстафа Шоқай жайында, Мұстафа Шоқайға қатысты қате, кереғар, пікірлер көп болған, әлі де бар, қазір де бар. Рас. Соның ішіндегі ең қате түсінік қайсысы деп есептейсіз? Мынадай жағдай. Мұстафа Шоқайдың, мен жаңын бағана айттым ғой, 25 жылдан кейін Мұстафа Шоқайға деген бұл кер төңкерісшіл, бұл панисламист, бұл түркішшіл, ол саясатшыл, бұл опасы деген аттар деген толып атқан аттар. Бірақ бір мәселе бар, бас ашылмай қалған. Осы көзге шейін, сондай арыз былтыр Қызылорда облысына әкеметқа да түсті. Мұстафа Шоқайдың 20 жылдардан бастап кеңес үкіметіне қарсы күресті дейді. Оған дау жоқ. Бірақ мынадай нәрсені Мұстафа Шоқай айтады, мен Ресейді жаман сынаған кезде, мен Ресейдің орыс халқының отаны үшін сынағаным жоқ. Мен Ресейде кеше патшалық биліктің орталығы болған үшін, кейін кеңестік биліктің жүйенің орталығы болған үшін сынадым. Мен басшылармен күрестім, халықпен күрескен жоқ, жаман халық жоқ, жаман адамдар ғана бар дейді. Бұл керемет қойын, керемет сөз. Енді жаңағы легімен байланыстыратыны, бұл енді Түркістан немістерде пікір болды. Түркістандықтардың алдында сөз сөйлеу керек дейді. Жаңа Кампион лагерінде болды 2 апта. Сонда болған кезде бұған ұсыныс жасайды. Сіз Түркістандардың алдында сөйлеуіңіз керек дейді. Сонда Мұстафа Шоқай айтады. Мен оған сөйлеуге әзір дайын емеспін. Өйткені мен елден кеткеніме 20 жыл болды. Жас ұрпақ қазіргі адамдар мен туралы не ойлайтынын білмеймін. Мен алдымен Түркістандағы тұтқындардың арасында болуым керек. Өрейін, сосын айтамын дейді ғой. Бірақ ол әуел кезде, аралаған кезде ойлады. Ол немістер тұтқындарға дәл ондай азап көрсетеді деп ойлаған жоқ. Алғашқы көргеннен ақ оның көңіл күйі. Сонда Субалке деген лагерде сөйлеген бір 2 шақ сөйлем сөзі бар. Сонда бүйдейді. Сіздердің дейді, аны темір тордың артында тұрғандарыңды көріп жүрегіміз аржылайды дегені бар. Сөйлеуге басқа жерде сөйлеуге оның мүмкіндігі болмады. Өзін мүмкіндік жоқ болды ананы көргеннен кейін. Мен бұдан өлгенім жақсы деп жүретінім содан. Енді легионмен байланыстырады. Ал жалпы легион туралы Вермахтың қаулысы 22 желтоқсанда, 41 жылы 22 желтоқсанда шықты. Легион құру керек деп. Ал легионның өзі 42 жылы жазда Украина мен Польша елдерінде құрылды. Енді келіп оны Мұстафамен байланыстырады. Мұстафа 22 желтоқсанда, 27 желтоқсанда қайтыс болды ғой. Больницада жатты ғой. Соны апарып Мұстафамен байланыстыратындар бар.
Мұстафа 1941 жылдың 27 желтоқсанда қайтыс болды. Анау 22 желтоқсанда шықты. Оның тіпті ешқандай қатысы жоқ. Және тағы бір мынадай нәрсені ескеру керек. 48 жылы, 1948 жылы, біздің арнайы органдар Германияға хат жазды. Қандай? Мұстафа Шоқайды қаралайтын материалдар бар ма деп. Бірден материал табылған жоқ. Ондай материал жоқ деп жауап алды Германияның белгілі бір органдарынан. Сондықтан ол Мұстафа сөйтіп отқанда екі елдің арасында арнайы хат жазып, оған Германияның арнайы мекемесі жоқ, Мұстафа Шоқайды қаралайтын бізде ешқандай материал жоқ деп отқан кезде, Мұстафа Шоқайды қаралайтын себеп, бірақ себеп бар. 68 жыл Серікбай Шәкеевтер, Серік Шәкібаев. Шәкібаев деген үлкен Түркістанның күйреуі деген кітап шығарды 68 жылы. Ол қазақ тілінде шықты. Ал бірақ ол 72 жылы 200 мың экземпляр болып, орыс тілінде бүткіл кеңес үкіметіне таратылды ғой. Ол кейін қырғыз тілінде де шықты. Соны жұрттың бәрі соны ойлайды. Ал шын мәнісінде мен ол кітапты оқыдым. Ол кітап туралы жаздым да, тіпті ешқандай ұйқаспайды. Ұйқаспайды, мүмкін емес. Ешқандай ұйқаспайды. Ол Мұстафа Шоқайдан ешқандай жамандығы келмейді. Өйткені жаңағыды ғой тарих. Егер бірде-бір материал Мұстафа Шоқайды Түркістан дегенмен байланыстыратын бірде-бір материал табылған емес, болуы мүмкін емес. Дәлел жоқ. Ешқандай дәлел жоқ. Оның ең негізгісі арнайы Германияның мекемесі арнайы жауап берді. Мұстафа Шоқайды қаралайтын бізде құжаттар жоқ деп. Одан артық не айту керек? Қалай ойлайсыз, Серік Шәкібаев бұл қадамға не үшін барды? Ол өкіметке жағыну, күнбеде істеп жүрген тапсырма болғаннан кейін соны орындап шығу керек болды. Мүмкін оған қысым көрсетілген шығар. Мүмкін ол кісіге қысым көрсетілуі мүмкін ба? Енді қысым көрсетті ме, жоқ, ана өзінің бір ыңғайы болды ма, осыған тапсырылды ғой. Ол жайдан жай тапсырылған жоқ. Бұл жаза білетін адам, күнбенің бәрінде де жаза білетін адам болған жоқ қой. Оның өзінің ыңғайы болу керек. Соны ойлаған, солай тапсырылған болу керек. Енді мысалы өзің қарашы енді, Мұстафа Шоқай туралы кинода болды. Ал сол кинода көптеген нәрсе бекар. Оны енді жазған, сценарийін жазған әкім Тарази ғой. Маған бір кездескенде мен керемет бір адаммен жолықтым деп сөйдеді. Мұстафа Шоқай тамаша білетін адам. Сосын кім деп кім Байдарахман Садықов деп күрт түсіп қалдым, үндемей қойдым. Өйткені әкім Тарази өте қатты сыйлайтын едім. Ертеден білетін едім. Үндемедім, сол бой қойдым. Ал енді шын мәнісіне келгенде мынадай екі нәрсе бар. Біріншіден, сол Байдарахман Садықов айтады, мен Мұстафа Шоқайдың қасында 5-6 күн болдым, бірақ өлтіре алмай қайттым дейді, тапсырма беріп еді дейді. Ол мүмкін емес. Егер арнайы тапсырма берілсе, оны орындамаса, оны орындамаған адамды сорады өлтіріледі. Елге қайтпайды. Екінші, Мұстафа Шоқай, Мария Шоқаймен екеуі кетіп бара жатқанда, Қызылорданы өтіп бара жатқанда, ана шешесі кішкентай баланы жетектеп жүгіріп келе жатқаны бар. Ол өтірік. Өйткені кім Байдарахман Ұлы Отан соғысқа қатысқан жоқ. Оның бір қызығы болды. Бізде Арал жөнінде бір үлкен жиналыс болды Қызылордада. Содан Байдарахман мен Арал қорына 100 мың сом ақша аударам деп ұсыныс жасап, содан кейін Байдарахман деген әр ауданға машина Волгамен қыдырыс жасап, айда қонақ болып арақ ішіп, карта ойнап сөйтіп жүрді. Сосын мен апкамды бөлім меңгеруші едім, бір күн шақырып маған соғып кетші деп. Келді. Аға, пәлен ай болды. Сіз 100 мың сом аударуым деп едіңіз, әлі бір сом түскен жоқ. Ақша жоқ қой, неге аудармай? Бар ғой деді, аударам деп. Сосын сөйтіп жатқанда, менің қолыма қазір есімде жоқ. Психбольницадан справка түсті. Ол кісі 1974 жылдан бері учетта отырады екен, шизофреник екен. Сосын жаңа қағазды алдым да, Әуелбеков бірінші хатшы, Әуелбеков көрдім, Еркін Нұржанович дедім. Мына кісіні ауданды аралатып қонақ етуді қояйық. Мынадай адам,
көк тиын аударған жоқ, аудармайды да бұның көк тиын жоқ деп. Сонымен тиылған, содан мен жақсы білетін тұғым. Міне сондай да жағдай болды. Соны пайдаланып қалғысы келген адамдар да болды сондай жағдайда. Бірақ Мұстафа Шоқай ешкімнің пайдалануына келетін адам емес еді. Өйткені ол бөлек тұлға. Жаңағы анау шыңға қол созғандай болып қалады, ол шың тұғын. Кім бізді соның қолы жете бермейтін тұлға тұғын. Оны білу керек, Мұстафаны түсіну керек, ұғыну керек. Біз әлі Мұстафаны толық сыналмай жатырмыз. Біз Мұстафа Шоқайдың Ресейді сынаған, кейде жақтырмай қалатынымыз бар. Бірақ Ресей сынағанда бағанағы айтқандай сөздері бар Мұстафа Шоқайдың. Мен тек басшыларды ғана сынаймын, халықты сынамаймын. Халықта шаруам жоқ. Халықта жаман халық жоқ. Жаман адамдар ғана бар деп отқан жайдан жай емес. Түркішілдігі рас. Өйткені Мұстафа Шоқай өзін жазғанында әсіресе 23 жылдардан кейін жалғыз Түркістанның тәуелсіздігі емес, бүткіл түркі халқының тәуелсіздігін. Тіпті ана Қытайдағы Шығыс Түркістан деген елдің сол туралы да бірнеше мақала жазған ғой. Ондағы ойы бүткіл түркі халқына азаттық болса екен, бүкіл түркі халқы тәуелсіздікке жетсе екен деген арман. Оның ең негізгі өзі 1000-нан астам шығармасының Түркістан атауымен байланысының өзі де жайдан жай емес. 200 мақаласы, 1000-нан астам мақаласы тек Түркістан атымен аталады. Түркістанда, Түркістанның, Түркістандағы тағы деп аталады. Бұл жайдан жай емес. Көрермендерге түсінікті болу үшін Түркістан идеясының мағынасын толық ашып айтып беріңізші. Неге Мұстафа Шоқай тек Түркістан деп өтті? Қазір біз Түркістанды көбінесе Түркістан қаласымен қазір облыспен байланыстырамыз ғой. Мұстафа Шоқай әлде қайда кең қарады. Бұл бүткіл түркі халқының орталығы. Енді Алашордаға мысалы татарлар мен башқұрттардың да араласып жүру жайдан жай емес қой. Ол негізді түрік қой. Түркі халқы ғой. Сондықтан Мұстафа Шоқайдың да олармен қарым-қатынасқа түсуі. Мана Заки Валидимен қарым-қатынасқа түсіп, бірінші көптеген жұмыстар атқарып, Түркістанды мұқтариятын құрған кезде де Әлихан кімді Валидиді қасына қосып жібереді оғанға. Сол мұқтариятын құру. Сондағы ойы бүткіл түркі әлемін бірлігі ғой. Ал шын мәнісінде бұл идея қазір белгілі бір жағдайда түрік халықтардың арасында, мемлекеттердің арасында бір жақсы қалыптасып келе жатқан нәрселер бар. Бұл керек нәрсе, өте керек нәрсе. Бүткіл әлемде қазір өзің білесің, кім күшті, кімде қару бар, кім күшті сол билікке береді. Мен кейде ойлаймын, 21 ғасырдың 26 жылында өмір сүріп отырмыз. Әлі біз бір елді сыйлау, ол елдің тәуелсіздігін қадірлеу, әлемде ондай категория жоқ. Енді қазір, мысалы, өзің білесің, Иран менен, Израиль мен Американың арасындағы жағдайлар, басқа елдердің арасындағы жағдайлар. Бір елде қандай шаруасы бар? Ол ел өз алдына тәуелсіз ел ме? Тәуелсіз ел. Жақсы жағымен қатынас, ал енді ұнамаса қатынаспай қой. Солай отыруға болады ғой. Бірақ біз адамзат әлі сондай мәдениетке, өркениетке жете қойған жоқпыз. Сондықтан да біздің жаңағы бір елде жамандап, оның басшыларын жамандап жататынымыз содан. Мен кейде ойлаймын, ойпырмай, бұл енді кеше 18-ші ғасыр, 19-ші ғасыр болса түсінесің. 21-ші ғасырдың бірінші ширегі бітіп тұрғанда, әлде де бір елдің тәуелсіздігін мойындамай, халқын мойындамай, зорлық жасау дегеннің жалғасып келе жатқанына, Мұстафа Шоқай бұл Түркістанда Швейцария сияқты мемлекет болса екен деді. Бірлігі бар, өркениетті, бір-бірін қадірлейтін, әртүрлі ұлттардың тең бір қамтамасыз етілгенде. Және ол тек Түркістан қаласының аумағы емес, бүткіл түркі әлемінің. Шын мәнісінде Түркістанның мағынасы ол өте терең жатыр. Өте терең жатыр. Ол анау біздің ғасырымызға шейін бұрынғы жатыр. Бұл түркілердің астанасы деген ұғымнан шыққан нәрсе. Біз енді
кеше Түркістанды кеңес үкіметі кезінде Түркістанға онша көңіл бөлген жоқпыз ғой. Неге көңілмен? Өйткені Мұстафа Шоқайдың идеясы еді. Бүткіл Түркістанға, бүткіл түркі халқын біріктіру деген мәселе. Сондықтан да ол кеңес үкіметі Түркістанға қарсы шығып, қазір енді Құдайға шүкір өз алдында облыс болып, үлкен қала болып, қайтадан құрылып жатқан. Мен кейде ойлаймын, шын мәнісінде біз тәуелсіз ел болып жатсақ, шын мәнісінде толыққанды тәуелсіз біздің астанамыз Түркістан болу керек. Сонда Мұстафа Шоқайдың да идеялары жүзеге асқан болар еді. Бүткіл түркі елдерін біріктіріп отыратын Қазақстанның астанасы Түркістан болып жатса, тамаша болар еді деп ойлаймын. Кім білді? Күндердің күнінде онда болуы мүмкін. Мұстафа Шоқайды сатқын деген атауға баламалаған бұл оның эмиграцияға кетуі ғой. Яғни эмиграцияға кетуге ол мәжбүр болды, мұғажыр болды. Бірақ дегенмен эмиграцияға кеткеннен кейін, сол сәтте өз елінде Алаштың басқа өкілдері сияқты қалмағаннан кейін сатқын деген атаққа лайық сияқты болып қалды. Мұстафа Шоқайдың сол кездегі эмиграцияға кетуін, яғни өз елінен жырақталуын кешіруге бола ма? Мынадай жағдай. Мұстафа Шоқай егер де өзіне жарияланған, ұстап берген адамға 1000 сом тігілмегенде, ол кетпеуі де мүмкін еді. Ал егер де ол қалғанда, Алаштың көсемдерінің ішінде көбісі 37 жылы ұсталып атылып кетсе, Мұстафа Шоқай 20 жылдар атылып кететін еді. Қолға түссе, Мұстафа Шоқай сол кезде атылып кететін болды. Сондықтан ол кеңес үкіметінде қалуға мүмкіндік болған жоқ, ешқандай мүмкіндік болған. Іздестіру өте қиын. Енді бір қызығы, Мұстафа Шоқайды 1 мамырда шешеміз Москваға шыққан уақытта, оны әскери киім кигізіп, жаңағы жарадар Москваға апарып емдейміз дегендей қылып, бет аузын бәрін шартып байлап тастап шығарды. Әйтпесе адам танымайтындай етіп шығарды. Ол мана киімдерін бәрін қалдырды. Және бір қызығы болды. Пойызға мінгеннен кейін, жаңағы пассажир тексеретін адам бәрі тексеріп келе жатырды. Вагондан келіп енді Мұстафалар тексеру керек болды ғой. Ал енді Мұстафаның ол кезде сурет жоқ документте, оның жаңағы шешетін болса Мұстафаны танып қоюы мүмкін еді. Дәл сонда олар ұстап қалатын еді Мұстафаға. Бірақ пойыздың серіктесі Мұстафаларға келген уақытта адам вагондан біреу сөйледі де, сонымен сөйлесіп тұрып, жаңағы Мұстафалар тексермей келесі вагонға өтіп кетті ғой. Енді соны ойлаймын, бұл да құдірет. Әйтпесе Мұстафа Шоқай сұрадақ тынатын еді. Жол болғыш болған ғой. Жол бол. Ал енді Мұстафа Шоқайдың сондай жол болғыш нәрселер бар. Ферғана тауларына аралап келе жатқанда өзбектер ұстап алып, бұны ол кезде енді жаңағы білмейді ғой, оны бұл қазақтар жаңағы коммунист анау деп соны ұстап, аузын мұрнын бәрін байлап, терекке асамыз деп жатқанда, бір өзбек келеді. Ей, сендер, қазақтың да қазағы бар. Мен көрейінші деп ашып, ей, сендер не істеп отырсың? Бұл Мұстафа бей ғой. Осындай адам қой деп, ана жұрт қайтады. Ой, мыналардың дұрыс емес қой деп шешіп бәрін. Сөйтіп ол жаңағы неден Түркістаннан армияға барған екен. Соны қайтып келе жатқанда ақша жоқ, қиналып жүргенде Мұстафаға кездесіп қалды. Мұстафа Шоқай оған қайтарға ақша берген екен. Мұстафа айтады, мен есімде қалған жоқ ата дейді. Бірақ ол сол жігіт екенін білдім деп сөйдейді. Сөйтіп ол босатып жіберді. Енді қызық. Содан кейін енді Ергаш деген олардың бастығы бар, басмашы болды. Кейін соған жіберейші, өз шешін деп атқа мінгізіп жібереді ғой. Атқа мінгізіп келе жатқанда уақытта бір сайда бір 2-3 өзбек тағылды. Ой, соны апарып жүргенше ат тастайық дейді ғой. Сөйтіп отырғызып, атам деп атқан уақытта оқ тигізе алмайды ғой. Мыналар таң қалады. Не де болса Ергаштың өзі шешсін деп қайтадан жібереді ғой. Сөйтіп бірнеше ажалдан қалды. Оның ноябрь айында
Москвадан келе жатып Қызылордаға соғып, сонда темір жолшылардың жиналысында сөйлеп, темір жолшылар бұны ату керек деп шешім шығарып отқанда, Есен Шахмарданның әкесі Жорабек, қалалық милицияның бастығы, свет сөндіреді, үлкен шапанның ішінде, ол кісі үлкен адам болған, мен шешем айтатын, нағашылары ғой, қарында бір адам отыратын деп. Сол Мұстафа Шоқайдың мойнынан қатты құшақтатты, шапанын жауып, сыртқа шығарып жібереді ғой. Мен солай тағы құтылды. Мамыр айында болғанда, бір мекеменің алдында 300 адам жиналып, митингі болып отқанда, жаңа темір жолшылар тағы да өлтірем деген кезде, ол кезде қазақтардың бәрі қорғыз шаптыр екен. Егер Мұстафа Шоқай шабыл, кімнің қамшысы бар, кімнің найзасы бар, кімнің бұл. Сонда басқарып отырған Преображенский деген орыс айтады, әй, сендер қойыңдар әңгімені. Байқап тұрсыңдар ма, қалада бәрі мына қоршап тұрған адамдар деп. Сол жұрттың бәрін көреді, қазақтарды көріп шайқалады. Сөйтіп, бірнеше ажалдан аман қалады ғой. Бірақ енді 41 жылы болғанын айттым. Бұл не себепті? Осыған шейін халықтың тілегі еді, халықтың арманы еді, Мұстафа Шоқайды аман қалдырып отырған. Ал енді немістердің аман қала алмағаны, бұл немістің фашизм адамзатқа төнген қауіп еді дедім. Оған халықтың арманы, халықтың мүддесі жете алмай қалды. Сөйтіп немістердің қолынан қаза тапты деп мақалада жазған мен арнайы. Ал 1935 жылы жазған Түркістан кеңес дәуірінің езгісінде деп аталады ғой дейме? Түркістан под властью Советов деген кітабы шықты 1935 жылы. Осы кітап жайында қысқаша айта кетсеңіз. Франциядан делегация келген, Совет одағына шақырылып, кеңес үкіметін. Сол делегация ана жерде де болады, мына жерде де болады. Сосын олар тіпті аяғында Правда Востока деген газетке мақала жазады. Сондай көп нәрсені көргеніне, Түркістандағы өзгерістердің көп болып жатқанына, өздерінің қай жерде болса да керемет қабылдағанын, сөйтіп әптен жаңағы әдебілеп тұр мақала жазғаны бар. Сол мақалалардың бәрі Мұстафа Шоқайдың қолына түседі. Сөйтіп, сол олардың жазғандарының бәрін де теріске шығарып отырады. Ол қай жылдары? Қай жылы келген ол делегация? Жаңағы өзі 28 жыл бастап жазды. Сосын 35 жыл орыс тілінде жазғаны бар. Сол қайтадан мәліметтер түскеннен кейін толық қайтадан Түркістан Советтер қол астында деген еңбегі жазды. Мұстафа Шоқайдың екі еңбегі бар. 17 жыл естеліктерден үзінділер дегені бар. Бірақ енді оның ойлаған, енді екінші вариантын жазам ба деген жаза алмай қалды. Сосын мына еңбек. Бұл екі еңбегі оқыған адам Мұстафа Шоқайдың соншалықты кеңестер одағындағы шындықты соншалықты білгендігіне көз ашылады. Бар нәрсе қолдағы мәліметтермен, нақты мәліметтермен, газеттен алынған мәліметтермен, Түркістан жөніндегі жазылған кітаптарменен алынған мәліметтер болып жазылған. Сондықтан ол ең үлкен еңбектер өз алдына шығып жүргенде содан бұл еңбектердің өз алдына кітап алды. Және ол еңбекке шетелдіктер өзі Мұстафа Шоқай бір қызығы 10 шақты мемлекеттің толып отқан 100-ге жақын қоғам қайраткерлерімен, ғалымдармен хат жазысқан ғой. 300 хаты қалды. Бұндай хат ешкімде де қалған жоқ еді. Сонда сол хаттардың ішінде Түркістан жаңағы Советтер қол астында деген еңбекке баға беріп, сіз бүткіл жалғыз өзіңіз бүткіл Түркістанның дауысын бердіңіз деп жазғандар бар. Өте қатты бағаланған бұл. Америкада шыққан бұл кітап. Аға, Мұстафа Шоқайдың 1941 жылы өмірден өткені белгілі, тарихи деректер бойынша. Және Мұстафа Шоқайдың сүйегі Берлинде қайтыс болды. Мұстафа Шоқайдың өлімі жайында болжамдар да көп өте. Мәселен, Мария әжеміздің естеліктерін оқып отырсақ, ол жерде Мұстафа Шоқайға у берілуі мүмкін деген болжам да бар. Екінші болжам ол
Мұстафа Шоқай жаңағы Кампиондағы лагерді аралап жүрген кезде тиф ауруын өзіне, яғни сүзек ауруына шалдығуы мүмкін деген. Бірақ Мария әжеміз өзінің естелігінде айтады, дәл мұндай дертпен Мұстафа бұрын ауырған болатын Ташкентте. Бұл аурудың қайталануы мүмкін емес дейді. Сондықтан әжеміздің, яғни Мария әжеміздің болжамы бойынша Мұстафаға у берілуі мүмкін дегенге көбірек тоқталады. Мынадай жағдай. Лагерлерді аралап болғаннан кейін карантин жасап, сүзек бар деп бәріне ұстап қалатын жағдайы бар. Жібермей. Сосын ол карантин бітіп жібереді, бірақ Мұстафа Шоқай пойызға мінгенде ауырады. Енді ол жөнінде түрлі пікірлер бар. Әуел кезде ол Мария Шоқайда ойлайды, оны неде болса сол кім Вали Хайым деген сол берді ме деп ойлайды. Өйткені Вали Хайымның Мұстафа Шоқай бірақ қатты сенген. Ең сол лагерлерді аралағаннан кейін қолжазбасы бар. Мақала үлкен қалай аралаған. Соны сен Вали Хайым ешкімге айтпа, ешкімге берме деп Вали Хайымға береді. Көрген нәрсесін бәрін. Ол Вали Хайым оны арнайы тапсырмамен жүрген қасында оны айтпауы мүмкін емес. Ал бірақ мен ойлаймын, Вали Хайымның ол өзі у бере алған жоқ. Бірақ ол у берілгенді біледі, кімнің ұйымдастырылғанын. Өйткені ол өз ұсынысыменен, өз бастамасымен ол у бере алмайды. Өзі ол қорқақ, мақтаншақ сондай адам. Ол адамдар ондай үлкен адамға ондай жасай алмауы мүмкін. У берілгені рас, бірақ кім берді дегенде мәселе бар. Енді тағы бір мәселе бар. Бұда Мұстафа Шоқайды зерттеп жүрген белгілі бір ғалым, Дархан Қыдырәлінің еңбегінде, Мұстафа Шоқай туралы жазған еңбегінде, сонда бір мәселе бар. Әлихан Қантемір деген солтүстік Кавказдың кісісі болады. Ол өзі пленде болған адам, сол Мұстафа Шоқайдың қасында болады. Қасында болып, шығып кеткеннен кейін, сол қасында болып шығып кеткеннен кейін, Мұстафа Шоқай дәрігер сұрайды, не істеу керек деп, ұйқым келіп жатыр дейді. Укол салады, солай болады. Ал енді бір қызығы, сол Әлихан Қантемір соғыс біткеннен кейін Сталинге хат жазып, аман есен елге оралады. Ал енді тұтқында болғандардың бәрі сотталып жатқанда, оның аман есен елге оралуы мені күдікке келтіреді. Осы у беру нәрсесін ұйымдастырып жүрген сол ма дегенде ой қалады, жаңағы кімнің Дарханның айтуына, жазуына қарағанда. Бірақ у бергеніне дау жоқ. Жаңағыдай әңгіме жасағаннан кейін, өзінің Түркістан легионын құру жөнінде бұл мәселе көтерілмегенде, бір ауыз сөз айтпағаннан кейін, қайта анадай хат жазып отырғаннан кейін, тағы да жазғаны бар. Осындай мәдениетті неміс халқы, осындай пәленше елдің, Гетенің, тағы басқа ұлылар шыққан елдің осындай халықты тұтқында ұстап отырғаны бұл қалай дейтін тағы да айтқандар бар. Оны естіп отырған неміс халқы оған өлімнен басқа ештеңені тілеген жоқ. Яғни Мұстафа Шоқай 1941 жылы Түркістан легионының құрылуына қарсылық білдіргені үшін өлім жазасына кесілуі мүмкін болды. Енді ол ашық қарсылық білдірген жоқ. Түркістан легион. Өткен Түркістан легион жөнінде ресми мәселе болған жоқ. Түркістан легион жөніндегі шешім 22 желтоқсанда болды ғой 41 жылы. Ал бірақ соған дайындық есебінде жаңағы тұтқындардың алдында сөз сөйлеу мүмкіндігі болса оны немістерге қызмет еткізу жөнінде әңгіме болды. Бірақ ол Мұстафа Шоқай ол жөнінде бір ауыздан сөз сөйлеген жоқ. Кейін ол легионды жаңа Вали Хайым құрды. Мұстафа Шоқай егер
Сол Түркістан легионын құруға қарсы болғаны үшін немістердің қолынан у беріліп өлтірілген болса, неге біз оны қазір ақтап ала алмаймыз? Неге біз оны дәлелдей алмаймыз? Мынадай жағдай. Біріншіден, Түркістан Алаштың басқа көсемдеріменен, қайраткерлерімен салыстырғанда Мұстафа Шоқайды саяси жағынан ақтайтын ешқандай нәрсе жоқ. Мұстафа Шоқай өзі ақталып кеткен адам өмірде. Оны қаралайтын немістерде де қағаз жоқ. Біздің қазіргі кезімізде, тәуелсіз еліміз кезінде Мұстафа Шоқайды қаралайтын бізде де документ жоқ. Рас кеше кеңес үкіметінде болды. Ол өткен кеңес үкіметінің басшылары үшін күресті, мақала жазды Түркістанда. Ал біздің тәуелсіз жағдайында Мұстафа Шоқайды қаралайтын бізде ешқандай жоқ. Тек біздің кінәлайтынымыз әрине Түркістандағы жағдайды Алаштың көсемдері, басқа көсемдер білмеді емес, білді. Бірақ олардың аузын аштырған жоқ, жазғанын бастырған жоқ. Ал Мұстафа Шоқай Франциядағы еркіндікті, заңдылықты пайдаланып, сол мүмкіндікті пайдаланып, соншалықты жаңағы еңбек жазып, соншалықты кеңес үкіметінің басшыларымен күресті. Сондықтан біз енді кеңес үкіметін бізді қазір сынап жатырмыз ғой. Сондықтан бізді оны ақтайтын ештеңе жоқ. Бірақ бір жағдай бар. Бізде кейде мен өзім ойлаймын. Кеше кеңес үкіметі кезінде Алашорданы кінәладық. Ешқандай оның пайдасы жоқ, зиян дедік. Тәуелсіздік кезінде кеңес үкіметін кінәладық. Енді қазір тәуелсіздіктің кезіндегі кемшіліктерді кінәлаймыз. Бізде бір кінә бар. Әр тарихтан тағылым алу жағын ашар. Әсіресе Әлиханда, Ахмет Байтұрсынұлында да, Міржақыпта да, ал енді мен айтар едім, саяси қайраткер есебінде Мұстафа Шоқай менен мен Әлиханды салыстырмаймын, басқа бірде-бір тең келетін адам жоқ. Өйткені Мұстафа Шоқайдың бір артықшылығы, тәуелсіз ел қандай болу керек дегенін бәрін айтып кетті. Тәуелсіз мемлекет болу керек дегенін оның бәрін айтып кетті. Және тәуелсіз мемлекеттің компоненттері не болу керек дегенге шейін айтты. Саяси партиясы туралы айтты, парламенті туралы айтты, зиялы қауым туралы айтты, саяси қайраткерлер туралы айтты, идеологиясы жөнінде айтты. Мен арнайы үлкен мақала жазған. Түркістан ұлттық мемлекет туралы мына Ақиқат журналына шыққан үлкен мақала бар. Сонда осы мәселенің бәрінде көрсеткен. Тәуелсіз ел қандай болу керек дегенде Мұстафа Шоқайдан артық жазған ешкім болған жоқ. Бірақ сол идеяларды біз тиісімен пайдалана алмай отырмыз. Әсіресе мысалы зиялы қауымға байланысты 3 мақала жазған. Зиялы жөнінде, ұлттық зиялы деген және орысша мақалалар бар. Мәне оларды біз жөнді пайдалана алмай жатырмыз. Аға, зиялы қауым туралы айтып қалдыңыз ғой. Кімдер зиялы қауым болуы мүмкін біздің қоғамда? Бізде қазіргі зиялы қауым жөнінде менің пікірім тіпті бөлек. Біздің бір ең үлкен кемшілігіміз шындықтан қашамыз. Шындықты айтқымыз келмейді. Шындықты айтсақ кеше кеңес үкіметі кезінде қудаланды Алаштың көсемдерінің бәрі. Шындықты қазір де айта алмаймыз. Егер шындықты айтатын болсақ, кеше 86 жылдың не себепті 86 жыл оқиға болды? Соның шындығын ашалдық па? Ашалған жоқпыз. Кейбіреулер соны ұлт азат қозғалысының жалғасы дейді. Оның ешқандай ұлт азат қозғалысының жалғасы жоқ. Онда ешқандай жоспар болған жоқ. Ол қолдан ұйымдастырылған нәрсе. Мен ол кезде облыстық партия комитетінде жұмыс істеп жүрдім. Хабарым бар, қалай ұйымдастырды. Жұртты шығарды, бірақ балдардың бәрі ештеңе сөйлей алған жоқ. Өткені сөйлейтін ештеңе мәселе жоқ. Содан арасында арақ таратты. Арақ ішкізіп, өрт жүргізді. Сөйтіп барып, оларды сөйлетті. Соны келіп біз қазір ұлт азат қозғалысын жалғасы деп түсіндіретін кейбір тарихшыларымыз бар. Мен мысалы онымен келісе алмаймын. Екінші, Жаңаөзендегі қырғынды біз ашалдық па? Ашалған жоқпыз 11 жылға. Шындықты неге айтпаймыз? Шындықты айту керек. Біз әлі шындықты айтудан қорқамыз. Шындықты айтпайынша ол мемлекетте шындық болмайды.
Шындықты айту керек, ашып айту керек, кім кінәлі екенін айту керек. Сосын әр тарихтан алатын тағылымдарымыз болу керек. Алаштың қозғалысынан не аламыз, кеңес үкіметінен не аламыз, тәуелсіздіктен не аламыз, нені алғары жалғастырамыз деген. Алаштан алатын нәрсе не? Кеңес үкіметінен де алатын нәрселер бар еді. Біз алаңсыз кеңес үкіметін дәл қит етсем сынаймыз. Ал кеңес үкіметінде жастармен жұмыс жүйелі тұғын. Қазір жастармен жүйелі жұмыс бар ма? Онда кеңес үкіметі өзінің болашағын ойлап, октябрят деді, пионер деді, комсомол деді. Сонда жүйемен деді. Қазір жүйе бар ма? Әр қоғамнан алатынды алып алуымыз керек. Сөйтіп оны ары қарай дамытуымыз керек. Біз осыған бара алмай жатырмыз. Бізде екі интеллигенция қалыптасып келе жатыр. Орыс тілді қазақ қалыптасып келе жатыр, қазақ тілді интеллигенция қалыптасып келе жатыр деген жігіттер жазып жатқан нәрселер бар. Бұл жайдан жай емес, бұл рас. Біз соның бәріне қарауымыз керек. Мына Мұстафа Шоқай болуындағы ең үлкен нәрсе отбасындағы ұлттық тәрбиеден болды. Ұлттық тәрбиені тамаша бөлді. Сол кезде қазақтың ауыз әдебиетін керемет оқыды. Шығыстың әдебиеттерін оқыды. Өзінің бір зиялы қауым туралы жазғанда айтатыны бар. Кім туралы жазады? Шоқан туралы жазады. Шоқан Уәлихан. Шоқан Уәлиханның мықтылығы не дейді? Орысша оқыды, Ресейге қызмет етті. Бірақ ол қызметінің бәрі де ұлтына жұмыс істемейтінін білді. Ақыр аяғында бәрін тастап қайтты деген нәрсе бар. Соны және Мұстафа Шоқай былай дейді. Түркі халқы жөнінде Түркия туралы 20 мақала жазған. Сонда айтады. Түркия халқының ерекшелігі өзінің шығыстық менталитетіне батыстың мәдениетін, өркениетін жұғыстырды, керек нәрсесін алады дейді. Әлиханның айтқаны бар, біз батысшы жолды таңдаймыз, бірақ өзіміздің тарихи ұлттық ерекшеліктерімізді ескеріп отырмыз. Біз діннің өзін тікелей қабылдаған жоқпыз ғой. Онда өзіміздің тұрмысымызға лайықтап қабылдадық. Ал шын мәнісінде кешегі нарықты да, егер де біздің өзіміздің тарихи ұлттық ерекшеліктерімізді ескеріп отырып қабылдағанымызда, кештегі тәуелсіздік кезінде 30 жылдағы 160-тан астам адам Қазақстанның жарты байлығына ие болмаған болар еді. Мінекей, біз тарихтан тағылым ала алмай, соны бойымызға сіңір алмай келе жатқан елміз. Сондықтан меніңше бұл жөнінде Мұстафа Шоқайдың айтқан өсиеттерін, Әлиханның айтқан өсиеттерін біз қатаң білуіміз керек, және бұны ең бірінші жастар біліп жатса тамаша болар еді. Ал келешек жастардікі. Жастарға Әлихан да қатысы енді, Мұстафа Шоқай да қатысы енді. Біздің болашағымыз осылардан. Ал біз оған сенбей тұра алмаймыз. Сондықтан да біз осы нәрселерді жастарымыз тереңірек біліп, тереңірек ойланып, терең іс-әрекет жасап жатса, біздің қоғам басқаша болар еді. Рахмет аға. Аға, Мұстафа Шоқайдың сүйегі Берлинде жатыр. Берлиндегі мұсылман зиратында. Мария әжеміз, өзінің жары Мария Шоқайдың сүйегі Парижде қалды. Енді осы Мария әжемізбен Мұстафа Шоқайдың сүйегін Қазақстанға әкеліп, өз топырағына жерлеу керек деген пікірлер бар. Болды. Ондай деректер өте көп екен. Әлеуметтік желіде жазылған, ғалымдардың өзара пікірталастары да бар екен. Ол ұсыныстардың айтылған себебі Еуропада зираттардың өзінің уақыты болады екен. Арнайы. Бірнеше жылға ақшасы төленбесе, бірнеше жылдан кейін ол зиратты алып тастайды дейді. Мария әжеміздің зиратын осыдан бірнеше жыл бұрын сүріп алып тастаймыз деген сәтте осы қазақстандық бір кәсіпкер естіп, Парижге барып, елшілікпен ақылдасып, алдын ала 2065 жылға дейін төлеп қойған екен. 2065 жылдан кейін кім бар, кім жоқ бұл өмірде. Оған келер ұрпақ еге бола ма, болмай ма, ол да белгісіз. Сондықтан Мұстафа Шоқайдың да, Мария Шоқайдың да
сүйектерін Қазақстанға әкеліп өз топырағымызға жерлейік деген ғалымдардың немесе зерттеушілердің пікіріне сіз қалай қарайсыз? Бір рет өкімет тарапынан, министрлік тарапынан бір комиссия құрылды осы жөнінде. Ол комиссияға мен де кірдім. Әуел кезде алып келуге мен де қарсы болған жоқпын. Содан шынын айтқанда Әбдіуақап Қараға хат жаздым. Енді сен Мұстафа Шоқайды ертерек зерттедің ғой, осы пікірге қалай қарайсың деп. Сөйтсем Әбдіуақап Қара ренжіп маған бір бет хат жазыпты. Мұстафа Шоқайдың күні туған жоқ қой. Алаштың кімін қадірлеп жатсыздар сіздер, деді. Содан мен күрт өзгердім. Қайтадан қарсы болдым. Осы мәселе осыдан 4-5 жыл бұрын, 21 жылы Шымкентте бір үлкен конференция болды. Осы мәселе қайтадан тағы көтерілді. Мен енді кім айтқандарын айтпай қояйын. Үлкен бір ғалым айтты, сосын бір депутатымыз айтты. Сосын мен сонда тұрып бұған мынадай пікір айттым. Мұстафа Шоқай Парижде жатыр. Германияда жатыр. Берлинде жатыр. Берлинде жатыр. Бірақ Мұстафа Шоқай батыстағы жалпы түркі халқының үлкен бір зияраты болып қалып отыр. Берлинге барған адам Мұстафа Шоқайға соқпай, Құран оқымай қайтпайды. Бізде қай жылы барғанда Құран оқып, мешітте оқып, өзінің басында оқыдық. Қатты қадірлеп жатыр. Шешемізде шелде жатыр, оны да қадірлеп жатыр. Оған да басына барып біз Құран оқып, сөйтіп қайттық. Сөйтсек, біреулер жазыпты, ол орыс қой, неге Құран оқиды деп. Біз айттық, бұл орыс болса орыс шығар, басқа шығар. Бірақ 18 жылы 14 майда, жоқ, апрельде үйленген кезде Мұстафа Шоқай оған мұсылмандықты қабылда деді. Ол мұсылмандықты қабылдады. Сөйтті де Мария Шоқай болды. Мешітте екі өзбек көп болып тұрып өзгерген бар. Біз соны ескердік, соны ескеріп біз Құран оқыдық дедік. Содан мен ұсыныс жасадым. Біріншіден Мұстафа Шоқай Түркістан жөнінде дәл Мұстафа Шоқайдай көп жазған бізде ешкім болған жоқ, болмайды да. Сондықтан Мұстафа Шоқайды сүйегін қозғамай Түркістаннан Мұстафа Шоқайға ескерткіш орнатсақ дұрыс болар еді. Екінші, дәл Мария Шоқайдай Мұстафа Шоқайға қызмет еткен адам жоқ. 69 жылы өліп бара жатып менің Мұстафам деп қайтыс болды. Жалғыз пианиносын сатып да ескерткіш орнатты. Сол ескерткіш орнатқанда жаңа әлім-алмат семьяларымен келіп, Түркиядан келіп көмектесті. Сондықтан біз егерде ескеретін болсақ, Мұстафа Шоқай мен Мария Шоқайдың ескерткішін Түркістанда орнатсақ, бұл тамаша болар еді. Жұрт риза болар еді, әлем. Мінекей, шын мәнісінде әділетті болды. Содан ол конференция шешім жасады. Сол шешімді Алматыға жіберді, Астанаға жіберді. Астана мұсырға тастады ғой деймін. Сол туралы ең сұрағым келіп отқан сізді. Түркістандағы ескерткіш орнату мәселесі қай жеріне келді деп. Яғни ол тоқтап қалды. Енді мысалы кімнің Міржақып Дулатұлының денесін алып келді ғой, әкелді көмінде де қойды ғой, басқа не істеді, айтып жатырмыз ғой, бәлеңдеп төмен қалды деп. Біз әлі Алашты өз деңгейінде қадірлей алған жоқпыз. Өйткені ол деңгейі қадірлеу үшін біз олардың деңгейіне шамалы жақындауымыз керек. Қызылордаға барып келді, көшпелі көрмесі болды. Семейде де болды. Шақырып отқан елдер бар. Енді бұны барып тұратын мекемелер, бұл қай жылы конкурс болды. Сонда конкурсте бұл мұражай осы Астанадағы ең бірінші сыйлық не қылды дейді, гран-при алды. Оған арызданушылар да болды. Абайдың да музейі бар екен, мұражайы бар екен. Ол да арыздан. Бірақ өздері тексеріп, бұдан артық мұражай таба алмады, ақыры қалды.
Енді көп жұмыс жасады. Оны енді бірінші мектеп директорының Динараның көп ықыласы болды сол кездегі. Жумартова Иә, Динара Жұматова, Мейрамбек қызы. Сосын мына Салтанат көп жұмыс жасады. Салтанаттың бір ана семейде Достоевский музейінде істегендігі бұған көп әңгіме болды. Сосын осында ағайындардың бәрі атсалысты. Мұстафа Шоқайдың ағайындары. Ағайындар, Мұстафа Шоқайдың ағайындары сол үлкен оқытушылар бөлмесі екен, соны музей етіп ремонт жасап берген солар, бәрін жасаған солар ұйымдастырды. Жалпы осында ағайындардың бәрі атсалысты. Алматыдағы ағайындар да араласты осыған. Қаржы жағынан, басқа жағынан араласты. Сөйтіп, 1,5 айдың ішінде музей жасадық қой. Жылдамда. Аға, мына керемет сұхбат болып жатыр. Әрине, сөзіңізді үзбей тыңдауға тырысып отырмын. Себебі сіздің әрбір сөзіңіз ертең келер ұрпаққа тарих, тағылым. Дегенмен сіз осы үлкен жолды жүріп өттіңіз ғой, аға. Қазір жасыңыз 90-ға таяп қалды. Осы Мұстафа Шоқай еңбектерін зерттеу жолында бір принциптерге жүгіндіңіз ғой. Сол принциптерден айныған кездеріңіз болды ма? Сізге осы жолыңызда кедергі болған сәттер болды ма? Жалпы өмірде ықылас болмай, шын ынта болмай, жемісті еңбек ету мүмкін емес. Мен енді соңғы 10 жылда Мұстафа Шоқаймен айналысып келе жатырмын. Тіпті бір күні Мұстафа менің түсіме де кірді. Ана үлкен қазақша шапан киіп алған екен, сол шапанның сыртынан құшақтап отырмын жаңағы кісіні. Енді таңғала берді. Ал енді менің қазіргі ойымда да, осы соңғы кезде бір шамалы уақыттан бері абаймен айналысып отырып, осы Мұстафа Шоқай менің ойымнан шыққан емес. Далаға жүрсем де Мұстафа Шоқай болады, ұйықтап жатсам да жаңағыдай, жатсам да келсе Мұстафа Шоқайдың кітабы жатады қасында. Сондағы менің ойым, мен әрине өзімді үлкен ғалыммын деп есептемеймін. Мен көбіне өзімді ғалым, насихатшымын деп есептеймін. Мүмкіндігі болғанша Мұстафа Шоқайдың идеясын насихаттау. Ал енді бір кемшілік бар бізде. Бүгін Мұстафа Шоқай жайлы шығарған кітаптардың бәрінде көбіне тарихи оқиғаларға көп көңіл бөлініп жатыр. Мұстафа Шоқайдың идеясына әлі көңіл бөлінбей жатыр. Мен жақында осы әлемге танылған Мұстафа деген бір монографияны бітірдім, сонда осын жаздым әдейі. Тарихи жағдайын бірсыпыра айттық, ал идеяны насихаттау ол керек ақ. Мен енді Кемел Ойес деген бір кітапша шығардым. Сол кітапшада Мұстафа Шоқайдың идеяларынан 2 томдық, 3 томдықтан солардан жинап шығардым. Енді ой терең ғой, ой терең. Сол ойларға, терең ойларға қарап отырсақ, жаман болмас еді. Мен соған сенімім мол. Ал күндердің күнінде қазақ, жер бетінде қазақ аман болса, жер бетінде қазақ тұратын болса, жер бетінде қазақ мемлекеті болса, ол күндердің күнінде Мұстафаға шоқпай, Мұстафаны қадірлеуі мүмкін емес. Өйткені Мұстафа Шоқай бүгінгі күн емес. Мұстафа Шоқай қазақтың болашағы үшін қызмет еткен адам. Мұстафа Шоқай шын мәнісінде тәуелсіз ұлттық мемлекет туралы қызмет еткен адам. Сондықтан да бұл идеялар жастарымыз оқи бастаса, көп нәрсеге басқаша қараған болар еді. Меніңше, қазір ұлттық тәрбие, мен мысалы Шоқанды бөлек санаймын. Шоқан, Мұстафа, ұлы адамдардың бөлек қарым-қатынасы бар. Себебі, бұлар орысша оқыса да, орысқа қызмет етсе де, жүрегі қазақ болып қалды ғой. Біз солай болуымыз керек. Біз жүрегіміз, ынтамыз, ықыласымыз қазақ болу. Шын мәнісіндегі тәуелсіз елдің қазағы болу, саналы қазағы болу, иманды қазағы болу, ақылды қазағы болу, білімді қазағы болу, ғылымды сүйетін қазағы болу. Біріңді бірің жаңағы сүймесең дүние бос деген Абайдың сөзі бар ғой. Сондай қазақ болуымыз керек. Сонда біз шын мәнісіндегі 200 мемлекеттің ішінде өз орнымызды қазірде алып отырмыз, өз орнымызды әлде де ала түсеміз деймін. Мұстафа Шоқайдың зерттелмей қалған қандай қыры бар?
Мұстафа Шоқайды қазір түгел зерттеп болдық деп айта алмаймыз. Және Мұстафа Шоқайдың шығармалары түгел 12 томға кірді деуде қиындау. Өйткені кейбір мақалалары Америкада шыққандары бар, басқа шетелде шыққандары бар. Солардың әлі келмей қалғандары болуы мүмкін. Ондай күдік бар. Әйтеуір қолға түскен, енді біз бұл жөнінде біз енді Мария Шоқай анамызға көп ризалық білдіреміз. Егер ол болмай қалса, жалпы шығармалары жиналмай қалар еді ғой. Қайтыс болғаннан кейін, қырқын бергеннен кейін, ол кісі ең негізгі нәрсе, енді бұл Мұстафа Шоқайдың мұраларын мен кітапханаға тапсырайын деп, бәрін реттеп кітапханаға тапсырып жүрген анамыз. Ол үшін көп рахмет, әйтпесе әр жерде жиналмай қалуы мүмкін. Жиналатын нәрселер де болуы мүмкін. Бұны әлде де Польшада болуы мүмкін деп, Польша жөнінде де көп материалдар бар. Польшамен көп қарым-қатынас жасаған, поляк тілінде бірнеше мақала жазды. Ол поляк тілінде мақала жазғаны, ана Яш Түркістанды негізінен қаржыландырған поляктан Пилсудский деген президенті ғой. Сол поляк халқына ырзалығыменен жазып, поляк тілін үйреніп, мақала жазып жүр ғой. Не деген адам енді. Адам таң қаласың енді. Сондықтан сондай жиналмаған нәрселер бұл. Бірақ ең негізгі нәрсе 12 томдықта қазір біз шығарып атқан шығармалардағы идеяларды көбірек насихаттау. Мұстафа Шоқайды көп болған адам. Өте қырлы, 8 қырлы бір сырлы дегендей, нағыз Мұстафа Шоқайға айтатын нәрсе. Қыр көп, бұның қарымы. Ал енді шешемізде де солай. Мысалы, шешеміз әлі Алматты Мұстафа Шоқайдың жиені еді деп басшыларынан сұрап алады. Сөйтіп 48 жыл, 53 жыл сол шешеміздің қолында болды. Бітіргеннен кейін Түркияға кетерде, және енді Мұстафаның еліне жақындап бара жатсың. Сен ала кет деп жаңағы машинканы беруі, пешаттарды беруі, тағы материалдарды беруі жайдан жай емес. Бұның барлығы енді ашылмай қалған қырлары, әлі зерттелмей қалған тұстары, бұл келер ұрпаққа өткізілетін аманат. Аманат. Келесі буынға қандай аманат айтар едіңіз? Мен қазіргі буынға да, келергі буынға да айтар аманатым, ұлылардың тастап кеткен өсиеттерін соны бойларына сіңіруді ұсынар едім. Өйткені қазақ кім болу керек? Қандай халық болу керек? Біздің мемлекетіміз қандай болу керек? Тәуелсіздік деген не деген? Ұлттық мемлекет деген не деген? Оның мағынасы не деген нәрселердің бәрінде біздің Алаштың қайраткерлері түгел айтып кетті деп ойлаймын. Өз кезіндегіні. Әрине, оған бүгінгі де басқа талаптар бар. Соларды аманат етіп біліп жатса, біз ертеңгі мемлекетіміздің шығар биігінде, асуында солар айқындар еттерін. Көп рахмет аға. Осымен уақытымыздың соңына келдік. Бүгін сізге қойылмай қалған сұрақ бар ма? Менімше көп нәрсе айтылды. Жалпы Мұстафа Шоқай туралы айтқанда шек жоқ. Оны бір сұхбатпен, бірнеше сұхбатпен бітіру мүмкін емес. Бірақ біз негізгі әңгімелерді, ең бірінші жұрт нені білу керек деген нәрселерді бүгін айталдық деп ойлаймын. Ал егер осының өзі еске алып, осының өзін ескеріп, ұрпағымыз осының өзін біліп, танып, осының өзінің өмірлік мұраттары етіп жатса, бүгінгі сұхбатымызда негізі мақсаты орындалар дерін. Көп рахмет аға. Енді бұны келер ұрпаққа аманат ретінде табыстайық. Бүгінгі сіздің айтқан сүбелі сұхбатыңыз, әңгімеңіз, Мұстафа Шоқайға деген ықыласыңыз, бұл тек қана Мұстафа Шоқайға емес, өз еліңізге, жеріңізге, ұлтыңызға, халқыңызға деген ықыласыңыз бен ілтипатыңызды көрсетті. Аға, жүзден асыңыз, аман болыңыз, ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біз Мұстафа Шоқай
тарихын толық ашпасақ та тұлғасына аз болса да тоқталып өттік деп ойлаймын. Келер сұхбаттарда Мұстафа Шоқай еңбектерін зерттеп жүрген ғалымдармен, ақын жазушылармен тағы да көптеген сүбелі келелі сұхбаттар болады. Аман болыңыздар.